Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге бір жасағаннан жұп-жұмсақ болып шығатын және көтеріліп пісіп шығатын зебра пирогының рецептісін ұсынғалы отырмын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Пирогтың дайындалу жолы өте оңай және миксерді қажет етпейді. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқаны салып, үстінен қант салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қантты толықтай ерітудің қажеті жоқ, ең бастысы осындай біркелкі масса пайда болса болғаны. Бөлме температурасында тұрған айранның үстінен 1 шай қасық соданы салып, жаңағы массамыздың үстінен құятын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін описаниеда қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Айранды құйып болған соң, венчиктің көмегімен тағы да 2-3 рет араластырамыз. Көп араластыруды қажет етпейді. Содан соң үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да 1-2 рет араластырып аламыз, біркелкі масса пайда болғанша. Ұнымызды ұн електен өткізіп араластырып аламыз. Ұнды да көп араластыруды қажет етпейді, ең бастысы ұн түйіршіктері қалмауы қажет. Дайын болған массамызды 2 үлкен кесеге бірдей теңдей етіп құйып аламыз. Біреуіне 2,5 ас қасық какаоны салып, жақсылап түйіршіктерін қалдырмай араластырып аламыз. Табамызға пергамент қағазын салып, жаңағы дайын болған массамызды кезекпен рет-ретімен осылай бір-бір қасықтан құйып отырамыз. Достар, бұдан алдыңғы видеомда мен песочный самсаның ерекше түйілу әдісі туралы видео түсірген болатынмын. Қазір жоғарыда сілтеме қалдырамын, сол сілтеме арқылы өтіп, видеоны көре аласыздар. Мінекей барлығын құйып болдық. Енді осындай шпажканың көмегімен дәл видеодағыдай пирогымызды әрлейтін боламыз. Ал енді дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешімізге салып, 120 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей зебра пирогымыз пісіп шықты. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Пирог өте жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. 100% ұнайтынына сенімдімін. Өйткені өзім бірнеше рет тексеріп, жасап көрген рецепттарымның бірі. Егер видеом сізге ұнаған болса және пайдалы болған болса, осы видеоға лайк басып, комментарияда өз пікіріңізді бөлісе кетуді ұмытпаңыз, және менің видеомды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Баршаңызға ас болсын, келесі кездескенше.